Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте оңай дайындалатын салаттың түрін жасайтын боламыз. Ең бірінші осындай салат жапырақтарының артық жерлерін алып тастап тураймыз. Мынандай қатты жерлерін алып тастаймыз. Турап болған соң осы ыдысқа салып қоямыз. Енді сырды үккіштен өткізіп аламыз. Бұдан ірі үккіштен өткізсеңіздер де болады. Үккіштен өткізіп алдық. Енді жапырақтың үстіне, салат жапырағының үстіне саламыз. Негізі бұл салаттың ешқандай да бір қиындығы, жасалу жолы жоқ. Тек қана сіздерге идея ретінде салып жатырмын. Енді осындай консервіленген фасоль саламыз үстіне. Содан соң жүгеріні саламыз. Оның үстіне осылай сухарик саламыз. Және де майонез құямыз ең соңында. Майонезді өздеріңіз қалағаныңызша көп немесе аз етіп құйсаңыздар болады. Жақсылап барлығын араластырамыз. Майонез қосып араластырдық. Егер қаласаңыздар, кішкене шым-шым тұз қосып жіберуге де болады осылай. Сосын тағы да араластырамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Мінекей достар, осымен салатымыз дайын болды. Өте оңай дайындалады. Қонақ келіп қалған жағдайда осылай жылдамдатып жасап жіберсеңіздер болады. Өте тойымды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айнура.